басында аурудың алдын ерте анықтау үшін және балаларда кездесетін кейбір жасырын аурулардың алдын анықтау үшін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігімен ұсынған балалардың профилактикалық тексеруі және скринингтік тексеру топтары жүргізіледі. Соның ішінде бірінші кезекте айтқым келетін балалар арасында жүргізілетін скринингтік тексеру бұл 704 бұйрыққа сәйкес топтарға бөлінеді. Бірінші топ бұл дегеніміз балалардағы аудиологиялық тексеру. Аудиологиялық тексеру дегеніміз баланың есту қабілетін анықтау. Бұл топқа жататын балалар жаңа туған нәрестелер, яғни барлығымыз білеміз, бұл туып бөлімдерінде анықталады. Екінші 3 айында тексеріледі, 1 жасында, 3 жас және 6 жаста баланың есту қабілетін анықтау. Екінші тексеру тобы бұл офтальмологиялық тексеру немесе баланың көру қабілетін анықтау. Үшінші тексеру тобы бұл баланың нерв-психикалық дамуын тексеру. Бұл топқа жататын балалар 1 айда 1 жасқа дейін әрбір айда педиатр дәрігеріне қабылдауында болғанда, 1 жас пен 2 жас аралығында, 3 жас пен 5 жас аралығында баланың әрбір айға сәйкес нервтік дамуын бақылау. Және 4-ші топ баланың психофизиологиялық дамуын тексеру ерекшелігі. Қазіргі кезде скринингтік осы мақсатты топтағы тексерулер не үшін қажет? Себебі клиникалық жағдайда немесе практикалық жағдайда көп кездеседі. Балалардың арасында өте кеш анықталатын тугоухость дейді, немесе саңырау құлақтық, яғни баланың естілуі өте кеш анықталып жатады. Бұл дегеніміз 4 жас, 5 жас анасы бала сөйлемейді деп бақылауға немесе қабылдауға келген кезде ғана балада есту қабілетінің бұзылысы бар екені анықталады. Екіншіден, балалар арасында қазіргі кезде өте жиі кездесетін аутистикалық немесе баланың даму спектрінің бұзылысына байланысты психикалық сөйлеу даму кешеуілдеуіне байланысты өте кеш диагностикалық тексеру жүргізіліп жатады. Сол мақсатта анасы үй жағдайында бақылай алмайтын немесе анықтай алмауына байланысты 1 ай, 3 ай немесе 1 жас мөлшерінде балада ерте есту қабілетінің, сөйлеу қабілетінің, нерв-психикалық даму қабілетінің кешеуілдеуі бар жоғын анықтауға мүмкін беретін, үлкен көмек көрсететін скринингтік топ. Егер сізді дәрігеріңіз скринингтік тексеруге шақырса, міндетті түрде қалмай келуіңізді сұраймын. Себебі бұл өте құнды ақпарат болып есептеледі. Екінші, балалар арасында жүргізілетін профилактикалық тексеру ол денсаулық сақтау министрінің 264-ші бұйрығына сәйкес жүргізілетін жұмыс. Профилактикалық тексеру міндетті түрде туғаннан бастап 18 жасқа дейінгі барлық балалар жатады.